Математика сабағы 35-ші сабақ. Достар, біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңдар. Қызыл батырманы бассаңдар, біздің арнамызға тіркелесіңдер. Бүгінгі сабақта балалар 8 бен 9-ға көбейту және бөлу кестесін құрауды және оны қолдануды үйренесің дейді. Бірінші есепте жақсылық пен жамандық тақырыбындағы және жануарлар туралы қандай ертегі білесің дейді. Қоянның әрбір секіргені 8 бірлікке тең. 3, 6, 8 рет секірген неше бірлікке тең болады дейді. Яғни бұл жерде есеп 8 бен 8-ді 8 санына түрлі көбейту кестесін құрамыз. 8 бен 3-ні көбейту кестесі 24. Бұл жерде қоян 3 рет секіріп тұр. 8 бен 6-ның көбейтіндісі 48. Бұл жерде қоян 6 рет секіріп тұр. 8 бен 8-ның көбейтіндісі 64. Қоян бұл жерде 8 рет секіріп тұр. Әрі қарай 8 бен 8-ның көбейтіндісі 64, 8 бен 9-ның көбейтіндісі 72, 9 бен 8-ның көбейтіндісі 72, 64 бен 8-ның бөліндісі 8, 72 бен 8-ның бөліндісі 9, 72 бен 9-ның бөліндісі 9. Бұл жерде енді көбейтуді тексеріп отырмыз. Екінші есепте қоянның әрбір секіргені 9 бірлікке тең дейді. Яғни 3, 6, 8 рет секіргенде неше бірлік болады? Тағы да жаңағы есепке ұқсас, 9 бен 3-дің көбейтіндісі 27. Бұл жерде қоян 3 рет секіріп тұр. 9 бен 6-ның көбейтіндісі 54. Қоян 6 рет секіріп тұр. 9 бен 8-дің көбейтіндісі 72. Қоян бұл жерде 8 рет секіріп тұр. 9 бен 9-ның көбейтіндісі 91. 91-ді 9-ға бөлсек 9. 91 мен 9-ның бөлінісі 9 балалар. Келесі есеп. Үшінші есеп 9 басты айдаһардың әр басы түскі аста 2 бәліштен жейді. Айдаһар түскі асқа барлығы қанша бәліш жейді дейді. Әр басы бұл жерде есептің шартын құрамыз 2 бәліштен. Бастарының саны 9. Сонда біз барлығы қанша бәліш жегенін табу үшін 2 мен 9-ды көбейтеміз, мәні 18-ге тең. Яғни айдаһар түскі асқа барлығы 18 бәліш жейді екен. Келесі есебіміз кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығар дейді. Бізде кестеде 3 түрлі есеп берілген. Яғни бірінші есепте бір қораптың массасы 4 кг, саны 8 дана, жалпы массасы қандай дейді. Яғни бізде жалпы массасын табу үшін қораптың массасы мен санына көбейтеміз. Ендеше 4 кг мен 8-дің көбейтіндісі балалар 32 кг-ға тең болады екен. Жауабы 32 кг алма салынған екен 8 қорапқа. Келесі есепте 8 дана, ал салмағы дейді бұл жерде 8 дана қорап бар екен, оның салмағы 32 кг. Бұл жерде біз бір қораптың қанша килограмм шыққан анықтауымыз керек. Ендеше формуланы еске түсіреміз. Массаны табу үшін жалпы массаны санына бөлеміз. Яғни 32 кг бөлу 8 тең болады 4 кг. Сонда бір қораптың массасы 4 кг алмай болады екен. Үшінші есепте қораптың массасы белгілі, саны белгісіз, жалпы массасы белгілі. Ендеше санын табу үшін жалпы массаны қораптың массасына бөлеміз. 32 кг-ды 4-ке бөлгенде 8 шығады екен. Яғни 8 қорапқа 32 кг алма 8 қорапқа тең салынды дейді. Бесінші есеп. 8 тобатайға 64 литр сүт құйылды. 32 литр сүт құю үшін осындай қанша тобатай керек? Тобатай дегеніміз балалар сүт құюға арналған ыдыс екен. Мынандай есепті біз алдыңғы сабақта шығарған болатынбыз. Яғни бірдей болса, екі есепте де
сыйымдылыгы бірдей болып есептеледі. Бұл жерде жалпы сыйымдылық пен санын бөлу арқылы бір топатайдың сыйымдылығын анықтаймыз. Яғни 64 пен 8-дің бөліндісі 8 литр. Ендеше екінші тыстағы санын шығару үшін 32 литр мен 8-ді бөлсек 4 топатай шығады екен. 32 литр сүтті құю үшін 4 топатай қажет болады екен балалар. 6-шы есеп бойынша өрнек құрастыр дейді. Асында үй иесі қойларын қырқып, жүнін базарға апарып сатты. Ол бір қойдан 7 килограмм жүн қырықты. Егер базарға 56 килограмм жүн апарған болса, онда ол неше қой қырыққан дейді. Есептің шартын құрастырып аламыз. Бір қойдан 7 килограмм жүн алды. 56 килограмм жүн апарған болса, онда ол қанша қой қырыққан анықтау үшін біз 56 мен 7-ні бөлеміз. Яғни 8 қойды қырыққан екен үй иесі. Әсінде, егер ол бір қойдан 6 килограмм жүн қырықса, онда 8 қойдан қанша жүн алады дейді. Бір қойдан 6 килограмм, 8 қойдан алғанымыз белгісіз. Жалпы масса мен санын көбейтеміз. Яғни 6 килограммды 8-ге көбейту арқылы біз 48 килограмм жүн алатын анықтайды екенбіз. 7-ші есепте амалдарды орындау. Бұл жерде жақшамен өрнектер берілген. Әуелі амалдардың орындалу ретінің табамыз. Жақша ішінде 65 мың қос мен 85 мың қосындысы. Жақша сыртында 48 мың айырмасы 48 мың. Яғни біз жақша үшін бірінші орындаймыз. Бірінші амал жақша сыртында азайтуымыз екінші амал. 65 мың 85 мың қосындысы 150 мың. 150 мың мен 48 мың айырмасы 102 мың шығады екен балалар. Келесі 500 мың айырмасы жақша ішінде 69 мың 452 мың айырмасы. Бұл есептің жауабы балалар 343 мың шығады екен. Келесі есеп 175 мың қосу жақша ішінде 900 мың мен 465 мың айырмасы 610 мың шығады екен. Сіздерге мына жерде бәрі бағандап көрсетіліп тұр. 85, 850 мың мен жақша ішінде 360 мың мен 185 мыңның қосындысы 305 мың шығады екен. Бағандап сіздерге көрсетіліп тұр. Осы бойынша есепті әрі қарай шығаруларына болады. 8-ші есеп. Егер оқушы өрнектер мен амалдар бойынша есептеген болса, онда ол қандай өрнектің мәнін тапқан анықта дейді. Мына жерде бізде бірнеше амалдан тұратын өрнек берілген. Оны амалдардың орындалу реті арқылы орындаймыз. Бізге берілгені 36 мен 27-ның айырмасы 9, 9 бен 3-дің бөлінісі 3 деген есеп. Ендеше біз ең бірінші азайту амалы орындалғандықтан, оны біз жақшаға аламыз. Яғни 36 мен 27-ні жақшаға алу арқылы жақша сыртына 3-дің бөлінісін жазамыз. Жауабы 3-ке тең. Келесі әсінде 54 5 пен 4-дің көбейтінші жақша ішінде, 7 мен 5-дің көбейтінші жақша ішінде, ортада қосу үшінші амал, қосу амалы есептің мәні 55-ке тең болады екен. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз.